Сен өскенде кім боласың? Мен өскенде дәрігер боламын, музыкант, дизайнер. Деген балаға біз жоқ, сен барлығы бірдей бола алмайсың, біреуін ғана таңда дейміз. Мен мысалы үшін бір нәрсені үйреніп бастаймын, ақшаны да соған саламын, барлық назарымды қойып, күні түні сол туралы оқимын. Уақыт өте келе жалыға бастаймын. Кейде өз-өзіме сол үшін жыным ұстайды. Мен бұл істі тастай алмаймын. Қаншама уақытым мен ақшамды бостан босқа кетірдім бе? Деп өз-өзімді қамшылап, қайта оқып үйренуді бастаймын. Бірақ соңында бәрібір жеңілемін. Аяғында тастаймын. Мүлдем қызықсыз, не үшін оқып, не үшін уақыт кетіріп жүргенімді түсінбей отырамын. Бірақ осы кезде басқа идея пайда болады. Соған тағы да баспен қадалып, оған уақытым мен керек болса тағы да ақшамды саламын. Соңы сіздер білетіндей, сол жалығу, бітпейтін, қайталана беретін сценарий. Басқалары бір жұмысқа орнығып, карьера қуып, бір мамандық иесі болып жатқанда, мен әлі күнге дейін өскенде кім болғым келеді деген сұраққа жауап таба алмай сенделіп жүрген адамға айналдым. Неге мен сондаймын? Неге мен бір жерде тұрақтанып жұмыс істей алмаймын? Деп өз-өзімді кінәлі сезініп жүргенде ютубта бір видеоға көзім түсті. Ол жерде өз-өзіңе мынадай сұрақ қой дейді. Бір емес, бірнеше нәрсемен қатарынан айналысуды жаман нәрсе деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Иә, бұл өмірде туа сала кім болғысы келетін, қандай мамандық иесі болатын, алдын ала білетін адамдар бар. Ал сен ше? Саған бір ғана мамандық иесі болу түн ұйқыңды бұзып, бақытсыздық әкелетін жол. Сен білесің бе кім екеніңді? Сен мультипотенциалды адамсың. Сен ешқашан барлығын қайта басынан бастауға қорықпайсың. Себебі сен қайта әр нәрсені қызығып, жаңадан бастап үйреніп алғансың. Сен тез адаптацияға түсесің, яғни жаңа ортаға тез бейімделесің. Қазіргі тез өзгеріп жатқан заманда мультипотенциалды адамдар тез бейімделеді. Бір мамандық иесі болған адам мен мультипотенциалды адам біріксе, өте керемет команда пайда болады. Бір мамандық иесі білімнің түбін қазып, зерттеп бар өмірін соған арнаса, ал мультипотенциалды адам бизнесті масштабты түрде дамытады. Бұдан шығатын қорытынды: бойымызға біткен табиғи талантты қадірлейік. Егер сіз бір мамандық иесі болғыңыз келсе, сіздің бақытыңыз сол. Ал сіз өзіңізді мультипотенциалды адам санасаңыз, басқа біреу айтты екен деп тоқтап қалмаңыз. Зерттеңіз, оқыңыз, үйреніңіз. Себебі сіздің ешкімге ұқсамайтын шимай шатпақ өз жолыңыз бар.